Біржан, арықтаудың түрлі жолдарын іздеп жүріп, мына бір ақпаратты көзім шалды. Тамаша, бөлісе отыр, ол қандай ақпарат? Таңғы асты ішпес бұрын асқазанды тазартып алу керек. Бір стақан су немесе бір дана банан жеу керек. Кейін 15 минуттан соң ғана таңғы асқа отыруға болады. Енді Балжан, таңғы ас демекші, тәжірибеге сүйене келе, мамандар таңғы асты үнемі ішіп жүрген адамдардың кешке дейін белсенді қимыл қозғалыста болатынын анықтаған. Таңғы асты тастамаңыз, көрермен, назарларыңызға ең дәмді айдарымызды ұсынамыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге жеңіл және тез дайындалатын салаттың бірін көрсететін боламын. Оған бізге керегі пекин орам жапырағы, жасыл сарымсақ, қияр, сәбіз және шемішке майы. Бірінші біз сәбізімізді күштен өткізіп аламыз. Енді осының үстіне орам жапырағымызды турап саламыз. Орам жапырағымызды турап алдым. Енді ыдысыма салып, одан кейін мен қиярымды тураймын жіңішке қылдырып. Жасыл сарымсағымызды турап алып саламыз. Енді осыны шемішке майымен араластырамын. Мінеке көрермен, мен барлығын жинап салып алдым. Енді осыны араластырып дастарханымызға қоя берсек болады. Достар, небәрі бірер минутта әзірленген салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Пекин орам жапырағынан әзірленетін салат. Құрамы: пекин орам жапырағы, көкпияз 1 бума, қияр 1 дана, сәбіз 1 дана, шемішке майы 50 грамм.